Ассалаумағалейкум достар, міне Алматы шаһарының ең үлкен базарына келіп қалдық. Бұл Барыс авто базары. Мұнда машиналардың бағалары қанша тұрады екен, арзан көліктер, қымбат көліктер, орташа көліктердің бағаларын көреміз. Ендеше кеттік. Мен аш болып жүргенде олар күліп еді, енді неліктен болғысы келеді серіктес бірге еліктеп. Кір қожалап тұрсарса кім алады машинаны? Так, достар, базардың ең төменгі қабаты өте арзан ескі құсқы машиналардың орындарына келдік. Бұл жерде көрейік қазір қандай машиналардың варианттар шығады, алып сатуға ыңғайлы келе ма. Базарға келмегелі көп болды, себебі көбінесе колесодан қарайтынбыз. Көрейік ендеше. Мында Жигулилардың бағалары 2006 жылға 700 мың деп тұр. Бұл авто Барыс базары үш неге бөлінген. Ең төменгі жағында арзан машиналар, ортасында орташа бағадағы, жоғары шетінде қымбат бағалар. Біз әдейі төмен жақтан бастадық. Көрейік, бұл жерде қандай нұсқалар бар. Мына жерде Mercedes 230-92 жылғы, бағасы 850 мың. Менің екінші машинам сол 124 кузовтағы Mercedes болған ешқа. Так, мынау простой мотор, плита емес. Ары қарай кеттік. Golf 4 бағасы 1 450 мың, 98 жылғы 1.6 механика дейді. Жалпы жағдайы жақсы сияқты. Ассалаумағалейкум. Өзіңіз кім машина? Бірінші хозяин? На YouTube канал. YouTube канал. Обзор. Осы арзан ескі құсқы машиналарды сататын жерде адамдар өте көп жүреді. Содан байқауға болады. Қазір Алмасақта именно осы арзан машина бағалар сұранысқа көп. Мына жақты көрейік. Мына жерде Голланд тұр екен. Маздалар. Mazda 626 1.290 жылғы. Ескі машиналардың бағасы шыны керек ұшып тұр. Чанс мен танысымда болған. Өте жақсы машина деп отзывын естідік. 1 300 1.5 2014 жылғы екен. Жағдайы жақсы сияқты. Өзім бір хозяин. Бір хозяинсыз ба? Ассалаумағалейкум. Өте мягкий болады бұл бар. Мен бір танысымда болған. Жалпы баға осындай. Mercedes бадырақ көзі көрейік. Лупарик. Бұлар кезіндегі хит машиналардың бірі ғой. 2 296 жылғы 2.3 автомат дейді. Бағасы меніңше кішкене завышен сияқты. Audi 87 жылғы, құдай-ау, 1 550 мың теңге. Былтыр базарға келгенде қазіргі кездегі бағамен әлдеқайда төмендетін. Былтырмен салыстырғанда шамамен 300-400 мың теңге машинаның бағалары көтерілген екен. Так, тағы да бір чансты көріп отырық. 2012 жылғы 1 300 дейді. Механика 1.5. Жаман емес жағдайы. Жалпы Алматыда байқаған осындай Маздалар 626-ға сұраныс өте көп. 90-89 жылғы. Родной краскада. Өзіңіздікі ма? Өзіңіздікі ма? Шалға. Шалдық ма? Свежий алған келсін барады. Асты бір шеу. Бұлан жүрі да айтам. Мына жеріндегі нелеріне қарасаң. 30 жыл болған, 31 жыл болған машина, 89 еші. 31 жыл болған машинаның Чисто отыр. жағдайы жақсы. Қанша деп бастыр окончательно? 800 да? BMW тройка. 1.8 объем, 92 жылғы 950 мың сұрап тұр екен. Так, бағасы Golf тройка. 1.4 объем, бағасы 900 мың, 92 жылғы механика. Капоты боялған, енді 30 жыл болған машинаны не айтасыз? Кеттік ары қарай. Так, Mazda Capella дейді. 98 жылғы автомат. 1 600 сұрап тұр. Ақ цветтегі машина. Біраз әдемілеп жасаған екен.
Бүгін Алматыда енді моншы болып тұр, дала өте ыстық, сосын кепімізді басып, очкиді тағып, Mazda Кронус 92 жылғы Цена 2 миллиона 800 тысяч 980 мың теңге. Или поменяю на легковую автомашину с моей Мерседес автокөлігі 8775. Так, 1 600 сұрап тұр, 94 жыл екен. Атышуға Сешка. Жалпы нарықта сұраныс бар машиналардың бірі, бірақ бағасы 1 600 деп тұр, 94 жыл екен. Ары қарай кеттік. Так, Audi S4, 2D объем 1 200 000. 2D8 екен объем, 91 жылғы. Кезіндегі классик машиналардың бірі ғой олар. Golf тройка 94 жылғы, 1.6 механик екен. 1 миллион теңге сұрап тұр. Сколько? 94 жылғы Golf 1 миллион дейді. Шамамен бір келіссеңіз 809 мыңға беретін сияқты. Менің төртінші машинам Golf тройка болған, бірақ 2D8. Коробкасы кетіп сөйтіп әрең сатып құрылғанбыз, бірақ бұлар енді механика ғой. 1.6. Ары қарай кеттік. Mercedes 91 жылғы 2D объем, механика 1,5 миллион сұрап тұр. Освещен сияқты барлығын бояп, түрін келдім. Mazda 626. 620 мың деп, 88 жылға. Жалпы мен ойымша Camry 70-ке апарар жолда осы арзан бағадағы машиналарды алып сату қиын сияқты, себебі бұл жерде бәсекелес өте жоғары. Және де арзан бағадағы машиналардың құндары шыны керек шарықтап тұр. Әсіресе жаңағыдай спростағы машиналар бар ғой, мысалы Corolla, Mazda болсын, осындай Golf тройкалар болсын, бағалары шарықтап тұр. Алып сатуға бәсекелес жоғары. Priora көлігі 2011 жылғы 1 300 000 тұр екен. Сіздің ма, брат? Не істеу керек? Соқтайық. Уважаемые продавцы автомашин, администрация автомобильного рынка доводит до вашего сведения, что продажа автомашин строго осуществляется в торговых секторах и сетах. Продажа автомашин вне секторов и сеток. 1 600 000 тұр. Жақсылап саудаласаңыз 1 100 000-200 000-ге беретін сияқты. Қып-қызыл Passat бар екен. Passat'ты бір көріп шығайық. Моторын бәрін зыңдай қып жуып тазалап қойған екен. Жақсылап сатуға дайындаған. 92 жылғы 1 200 000 Passat универсал. Салон барлығын жасаған, ішін бәрін тазалаған. Автокөлік сататын кезде, мысалы, ескі болса да өстіп, жақсылап тазалап, өзінің түрін нақышына келтіріп қойса, мысалы, приятно да, адам алғанға да. Алсаң ал, алмасаң қой деп, кір қожалақ қып шығарсаң, кім алады машинаны? Тағы да бір Prioraдан көрейік, себебі бізде салондағы көп машина өткендердің көбісі ішінде осы Priora көлік екен, ВАЗ автокөліктері. Енді нарықта сұраныс көп, себебі бағасы басқа шетелдің көліктеріне қарағанда қолжетімді. Так, Priora 2013 жылғы 1 800 000 сұрап тұр екен. Бағасы былтырға қарағанда шарықтап тұр біраз. Мына жерде тағы бір S4 бағасы 91 жылғы 1 200 000 сұрап тұр. Тіпті краскалардың бәрі шашаған, шарапының өте көп. Енді бұл бағадағы машинадан не күтесіз? Әрине енді таңдап, жақсылап кездесіп қалмаса бір жақсын дер. Так, Camry 10 көлігін көрейік бағаларын. Camry автомат екен, 94 жылғы, объем 2D2, бағасы 1 600 000 сұрап тұр. Өте, айтқан кезде, қазақтың довериесінен шыққан көліктердің бірі. Ассалаумағалейкум. Трактору прилагается тележка от трактора. Біраз болмай айдап жүргеніңізге? Копилка, грабли, рулон. 3,5 жыл. Титан диск барлық жағдай жақсы. 93 жылға Audi S4 универсал 1 450 000 сұрап тұр екен. Қара светтегі. Сөйтіп байқасақ, осыдан 5-6 жыл бұрын авторингті машина қазірге қарағанда 2-3 есе көбетін.
Қазір енді колесо сайтының приложениесінің пайда болуына қарай көп адамдар мысалы ерінет автомобильге шығуға. Авторлардың ыңғайлы, әсіресе мысалы сырттан қаладан келіп, мысалы әр машинаны бүйтіп ана жаққа барып, мына жаққа барып қарап жүргеннен гөрі осы жаққа келіп, өзіне ұнайтын машинаны көріп алуға ыңғайлы. Бірақ бағасы бір сіздің көңілге сай келетін машиналар енді авторларда аз. Себебі бұл жақта конкуренция өте көп. Алып сатарлар да көп, жақсы машиналар болса тез өтіп кетеді. Camry 20 2.8 2000 жылғы автомат па? Ассалаумалейкум. Автомат па? Өзіңіз ба, хозяин? Біраз болды айдап жүргеніңізге? Обещанка полный, да? Не істеу керек? После покраски полировки істелген жоқ болды. Покрас жасағаннан бір аз болған сияқты ғой, иә? Бір-екі ай болды деймін, покрас жасағаннан. 2800. Полировка жасайтын күнде Қанша деп отырсыз окончательно? 2800 сұрақ тұрсыз да? бар ғой, Торг бар да? Өте жақсы машина. Кезінде айдағам бұндай машиналар. Грациянда айдағам. 2.800.000 кішкене нарықта қымбатырақ сияқты. 2.800.000 болса мен алмайтын едім бұл машинаны, шыны керек. Нарықта байқасаңыздар, сұраныс бар машиналардың бәрі бағалары жоғары. 1.650.000, 94 жылғы 2.2 механика. Боялған жақында. Жағдай өте жақсы. Барлық зазорлардың барлығы келіп тұр. Бірақ бағалары кішкене қымбатырақ сияқты. BMW тройка 1.250.000, 93 жылғы автомат екен. Білмеймін неге екен, бірақ осылардың автоматтарын көбісі жақтыртпайды. Автоматтар капризмен. Mazda 626. 670 мың теңге сұрап тұр. 2 объем. Или поменяю на легковую автомашину с моей... Golf тройка 93 жылғы. Объем 2. 1.100.000 сұрап тұр екен. 7818. Осы 1-2 жыл бұрын осылар 500-600 мың еді. Неге екен? Бағадар. Страшно еді, кетті көрейік. Объемы өте аз. Экономичный машиналардың бірі 2012 жылғы Matiz автокөлігі 1.450.000 сұрап тұр екен. Бірінші хозяиннан дейді, ұрылмаған, соғылмаған, красителмеген дейді. Біз бүгін не үшін автобазарға келдік? Себебі енді алда құдай қаласа Camry 70 алу керек. Сол себепті нарықтағы бағаларды көру керек. Осы автобазардағы бағаны көреміз. Одан кейін бар колесодағы бағаларды көреміз, салыстырамыз. Сол кезде біз байқалады да, рынокта қандай бағалар болып отыр, қандай бағаға қандай машиналар сатып жатыр. Соны білу мақсатында біріншіден, екіншіден бізді көретін басқа қаладағы адамдар бар. Алматының автобазарының бағалары қандай екенін білсін деп сіздерге көрсетіп жатқан жайымыз бар, достар. Mercedes 230 автокөлігі 91 жылғы 2.3 автомат екен. Виллер осындай адамдар үймелеп қалған жерге келсеңіздер, значит бұл жерде кішкене бағасы жақсы деген мағына білдіреді. Барлық адамдар үймелеп кетсе. 980 мың теңге сұрап тұр, 93 жылғы. Нет, Михаил. Мен аш болып жүргенде Оңай емес бұл тірлігі. Мен өзім үйренгенмен, мен өзім 5 жыл, 4 жыл қораға кіріп тоғытыласың сонда. Олдан карты сияқты мысалы, бұл қатты қызық па бұл? Оңай емес.